Жазатырдан елең алаңнан шыққан қос атты күн екіндікке таяғанда Аршаты ауылына келіп түсті. Жүрістері суыт емес. Аттарын сипай қамшылап, қатты аяңмен, бүлкек ит желіспен оздырған жоқты. Сондығы ма міністерінің алқымы мен құлағының түбі ғана жіпсіпті. Өздері сергек. Тік-тік түсе-түсе қалысты да, аттарын бұғының қатып семіп қалған мүйізі қалған кермеге байлай салды. Ағаштан қиып салынған қос бөлмелі үйге беттеді. Айнала сыңсыған қалың тоғай. Қия бетке орналасқан 20 шақты кигіз үй етекке домалап кетердей бойларын көкке маңғаз созып, аса тәкаппарлықпен жайлап қана тербеліп тұрған ағаштың ұшар басына қарасаң, бөркіңді қолың аласың. Қаз бауыр ақша бұлт торлаған аспанды көресің. Шайырдың исі қолқаңды қабады. Алтай табиғатының осы бір оқшау көрінісін қызықтағысы келді ме? Дөңгелек жүзді, сұңғақ бойлы, құба шұбарлау жігіт, қапсағай денелі қауға сақалды шалды оздырып жіберіп, өзі жүрісін ірке берді. Салт аттылардың бөтен сыңайын таныған бірлі жарым адам жасқансыз бедірейіп тесіле қарады. Ши борбай айранбет 3-4 бала құйрығын сабалап құйғытып кеп қалды да, бөтен болған соң сілеусін көрген елікте едірейіп қалт тұра қалысты. Қапсағай шал Насыбай бар ма деп жұрта тап беріп еді. Бағжаң етіп ыржисты да бет алды тыраңдай жөнелді. Ақсақал, сіз үйге кіре беріңіз, мен сыртта тұра тұрайын, деп құба жігіт шалға қарады. Шал бұрылғанда жоқ, мейлің. Жігіт шағын ғана ауылдың жүден қалпына көз жүгірте тұрып, қабағын кіреукелендіре түк-түк жөтелді. Күндізгі жүріс жон арқасынан құрыстырып тастады. Салт көп жүрмегендігі болар. Бағана ет қызуымен білмепті. Екі иығы мен қарасаны талып, адымын аштырмайды. Күн алып, дәу шоқылардың қалқасында қалды. Мұнда ерте батады екен. Бірақ ұйған қоңыр барқыт кеші ұзаққа созылып барып, ымырт үйіріліп көз байланды. Алтай табиғаты қаншама әсем болғанымен, ауыл адамдарын әбден жалықтырған секілді. Жолаушы жігіттің үн-түнсіз айналаға көз тастап, балаша аңтарылған жұмбақты тұрысына бірер жалтақтасты да үйлеріне беттеді. Сонан соң әр түндіктен болар болмас жетімек ұшқындар ұшты. Тау кешінің өзгеше сырын ұққысы, зерделеп алғысы келеме? Жолаушы жігіт сонау батып кеткен күннің артында қалған қызыл батсайы жалқынға қарап тұр. Көңілі бейжай. Көңілін тартар әніндей мұңды да зарлы сезім басқан.
Тағдыр тарантасы қайда әкеліп тастады? Енді қайда апарады? Адам бұл пәниге тек жүре беруі керек шығар. Адам бұл дертеде ғана шолақ өмірде тек күліп қана өтуі керек емес пе еді? Бірақ менде жүру бар да күлу жоқ. Өмір иірімінің өрлерін бүтіндей оқуға, білім алуға бағыштамақ едің. Қысқа жіп күрмеуге келмеді. Қырсықтың құрығы үзілмеді. Мені бақыт ұшпағына шығарар баспалдақ деп кім ұсынар алдынан игілікті? Шоқпыттың қайда қалмаған бір ұлы. Егер ертеңгі күні көзің жұмылып кетсе, бата оқылып, бет сипалады. 40 күннен соң ұмытыласың. Қандай сорлы әрі аянышты пенде деген. Мынау жағанға келіп кеткеніңді кім білер, кім сезер? Меңдеген сырқатым күндердің күнінде алып жесе, артымнан аңырап қалар кімім бар? Мақыш, ақын емес, дәруіш болғаның осы. Жігіт ауыр күрсінді. Көзіне ащы жас іркілді. Таудың кешкі салқын лебі бойын суытып тоңдыра бастады. Желбеге жамылған кеудешесін қаусырынып қоналқы үйге кірді. Сығырайған май шамның жарығы біріне-біріненің арасынан мүгі сапсиған ағаш үйді қара көлеңкелеп тұр. Төр алдында дөңгелек тақтай стол. Стол үстінде орта тегене қымыз сыңайы ішіп орталаса керек. Қауға сақал шал төрде бар шынтақтай жатыр да, оң жағын ала ағаш төсекке арқасын сүйей, бір жақ көзінің тарыдай ағы бар, тағы бір қарт отыр, малдас құрып. Махмұттың сәлемін салқын саумалдай ілтипатпен қабыл алды. Уағалайкум ассалам, жол болсын балам. Төрге шық. Бұлай ана жол серік атаңның ар жағына шығып кет. Сыртта көп аялдап қалдың ау. Махмұттың ол әдетін жақсы білем. Ореке кеш болса көбірлеп түзде жүреді. Әлде неге қымыз ішуге шақырттырмағаным да сол. Ойдың адамы ғой. Кешкі көкжиекке көз жібермесе ұйықтай алмайды білем. Деп Махмұттың орнына жауапты қауға сақал берді. Көзі шегір шәушиген сары бәйбіше қымыз құйып беріп отыр. Кимешегінің жақтауын қайта-қайта созғылап, самайынан құлағына сыра береді. Тегі тартылген секілді. Шүкір деген есендіктен соң ләм деп аузын ашқан жоқ. Тұқырған күйі жалын шалған ағаш ожаумен үйірілген сары қымызды дамылсыз сор-сор сапырады. Ішінде жылан жатса да, бала жылап жатса да, сезілмейтін мерез адамсың айлы. Әлгі әңгіменің ақыры шолақ қайырылды.
Қылық қымыз ішісу біраз үнсіздік жайлатты. Төргі үйде не бәрі беймәлім. Алдыңғы ауыз үйде қазақы қара сықырлауық төсек, бірер бөстек, жез құман, ортадағы дөңгелек стол мен үй иесі шалдың ескі ішігінен өзге жә деген зат жоқ. Оң жақ босағада күміс маңдайы жалтырап қасқайып жатқан қазақы шапқан ер тұрман ғана. Зәуде ғалам ұры түссе қолына ілігері, бұл үйдің бар байлығы осы ер. Бар жайлығы қымыз секілді. Ербең еткен бала көрінбейді. Махмұттың жай күйін Шағиман шал таныстырса керек. Үй иесі Баян ауылдың азаматы екенсің ғой дегеннен басқа қадалып ештеңе сұрамайды. Тіпті сұраса да Махмұттың әңгіме айтар реті жоқтын. Дәуілдекті суқаны сүймей, мына отырыстан ерғашты болайын деген күндізгі ұзын сонар іркілдек жүріс соқты ма, аса шаршастың райы бар жүзінде. Қымызға да зауқы шаппайды. Дел сал маужырап отыр. Осы ретте сары кемпір шегір көзін бақшайтып бір қарады да көңк етті. Балам, шаршасаң жат, төсек салып берейін, деді. Махмұттың мына күйіне шынымен жаны ашығаны ма, немесе қусырылып бара жатқан қымызының қамы ма, оншасын ажырату қиын. Сөйтіңіз жәже, демалғаным дұрысырақ болар. Жатуын жатса да Махмұт көпке дейін көз ілмеді. Ертеңіне бір сәт көз жүгірткен жоқ. Өткенін есіне ала берді. Ауық-ауық қымызға қызған екі шал дүрілдесіп әңгімеге кірісті. Сары кемпірде өн жоқ. Тобық жұтқандай томпиып отырау. Қаратай қазақтарының мінезі қызық екен, дейді Махмұт ішінен. Ғажап тылсым мінезді адамдар. Адамдар сырын ұғу қиын ғой. Махмұт Алтайдың өр қойнауына келгелі, осындай тайталас ойдың шұғынан ұстай алмай жүрген. Мына өзін Шаңыштайға бола оқытуға апара жатқан Шағиман шалдың жүріс тұрысы, қысылмай қайқайтып тұрып дүңк еткізетін сөздері, керек жерде кәдеге жарататын ақыр заман ылпың-жылпың қулығы, нар жығар қаруы мен өткір сексеуілдің шоғындай әмсе жайнап тұратын көзі аса таңырқатқанды. Болыс екінің біріне тапсырмайды ғой жауапты шаруасын. Бірақ Шағиман Махмұттың сирек жолықтырған шалы. Қара дүрсін орысшасы мен там тұмдаған мұңғылшасы, шүлдірлеген қытайшасы бар.
Шаруасын ыңғайлауға келгенде қай ұлтпен болсын тіліне тиек сап көрген жоқ. Арқаның елінде емес, діндарлығы да болсаң, тамақтың алды артынан Құдай жарылқасын деп бет сипағаны болмаса, күніне 5 уақыт шоңқаңдап намаз оқып, құманын сүйреген кезін кезіктірмеген Махмұт бұған да қайран қалды. Әр нәрсені тез сезіп, мән мағына тастай қарайтын жігіт, көңіл Алтай қазақтарының құрпын жыға танымай сарсаң. Қазір де ертеңін емес, бүгінін ойлап жатыр. Осынау тау халқының жайсаң да жабыңқы, еркін де қатыгез қаһарлы да жасқаншақ, шаттықтары мен сорлылықтары аумат төкпелігіне беретін оқшау тірлігін бағамдап жатыр. Өздері тақылдаған тақуалығы сораптап кетер ділмарлығы жоқ. Тұйық жұрт. Осының бәрі Махмұт көңіліне бұрынғыша өрнекті жыр ұялатпаған. Топырлап кеп, тоғытылып қалған қаламат әсер, түпсіз ой, жыр көзін тұмшалап, жігіт сезімін буып тастағанды. Алтайда туатын өлең, әдетінше лақ етпей, шым-шымдап, сыздықтап, сірлененіп шығатын ау. Сығырайған жалғыз терезеден түскен сәуле таңның атқанын әйгілей алмады бұл үйге. Бозамықтанған жарықтан әр заттың нобайы ғана буалдырлайды. Үркер тас төбеге шыққанша көз ілмей жатқан Махмұт талықсып барып, қатты ұйықтап кетіп еді. Әсіресе қазір маңдайы жіпсіп, ессіз еркін, һәм тәтті ұйқыда жатыр. Мынау жарбиған ағаш үй өртеніп кетсе де сезбес еді. Түндігі анталаған көп ойдың кесірі ме, әйтеуір сандырақ түстің сан сапалағын көрді. Баянауылдың шыңайты мына Алтайдан әлде қайда биіктеп, көк күмбезіне бой созып кеткен екен. Ұшар басы барып шыңылтыр көк тасқа айналып, найзаланып біткен. Қап-қара бұлттан болар болмас қана болжанады. Дүние зың шудан адыра қалған тұл. Әлем тапырық дауыл алдындағы тілсім тыныштық секілді. Мүбәда көзге түртсе көргісіз түнге айналды. Тек Баянауылдың тауы ғана көзге шалынар. Махмұт осы таудың етегінде еді. Енді бір уақытта
Қоңырқай оба тастардан жеңіл ырғып өтіп, Баянға тырмыса бастады. Қоңырқай тастар бітіп, көк тайғақ жылтыр шыңға ұласты. Махмұт жан дәрмен өрмелей берді. Үстіндегі ұлпасының түгі қалмаған. Тырнағының көбесінен, қос тізесінен сорғалаған қан ақты. Құр сүлдері. Баянның басында әкеңнің құны қалған жоқ. Етекке түс деп, әлдегім ақырып еді. Махмұт құлағына да ілмеді оны. Әлгі әлде қайдан күңгірлеп шыққан сайқымазақ дауыс әжуа келекеге айнала бергенде. Өрмеле, Махмұт. Шынар басына шықпасаң, шындық қуғаның неткенің, деп дауыстады. Міне қараңыз. Махмұт Баянауылдың аспанымен тілдескен шыңдарында тұр. Аспанда күн жоқ. Тек Махмұт қана. Әлгіндегі тұлан тұтқан қараңқылық сейілген. Дүние Махмұттан тараған нұрдан қуат алып, шұғылаға шомылып тұр. Қазақтың дарқан даласы гүл бәйшешекке толып, Иран бағындай құлпырады. Махмұт қолында найза емес ау, қаламсап, соған сүйеніп тұр. Ол әлден уақытта, әлде қайдан өзгеше тегеурінді қол Махмұттың шың басынан бөрікті еліп алды да, түпсіз шыңырауға тастап жіберді. Шыбын жаны шырқырай, зулап, жұлдыздай ағып бара жатқанда, Шағиман шал қағып алды. Махмұт булығып барып көзін ашып еді. Шағиман шал жіпсіген маңдайынан сипап тұр екен. Есіңді жишы, балам. Шаршап ояндың ау. Шошынып қалама деп маңдайыңнан сипап ояттым, деді майда қоңыр дауыспен. Махмұт Шағиманның үлкен ұлы көзінен әкелік қамқорлықтың айтып жеткісіз игі райын байқады. Басы зеңіп, ауырып қалған екен. Таудың суық суымен ұзақ жуынды. Күн сонау Апайтөс таудың басынан енденді ғана қылтиып келеді. Ауыл адамдарының көбісі ұйқыда. Қолында жүгені бар әлдегім жалғыз аяқ соқпақпен орманға беттеді. Шағиман шал аттарды ерттеп қойыпты. Ертеңгіліктің таза жұпар иісі сарайыңды салқын тарттырып бой сергітеді. Тау сақары соншалық сұлу, айтып жеткізе алмайсың. Табиғат толайым бар інжуін дәл осы өңірге төге салғандай. Тіпті әудем жерде жер ошақтың отын көсеп, көк түтінді бықсытып отырған сары кемпірдің
ана қарекеті өзіне бір түрлі жарасымды, аса ұнасымды іспетті. Аршатының кешінен таңынан кеші артық. Өзіңді ессіз құмарлыққа, ынтызарлыққа итермелейді екен. Махмұт осыны байқады. Күн көкжиектен көтеріле бере екі жолаушы атқа қонды. Бірі Алтайдың көмпіс, сұңғыла шалы да, екіншісі болайын деп бола алмай, толайын деп тола алмай тыраштанып жүрген сарыарқаның боздағы. Бірінің ендігі үміті, көрер таңы, әзіргі тірлігі, шығандап кетер өрісі жоқ, бар болғаны Әбдікерім болыстың тауанын шақпау, өз иесіне әділ, адал ниетімен қызмет қылу. Шау тартқан шалдың өткені мен болашағы осыған көгендеулі. Ал желкімдеп шыққан көк шөптей жаңа ғана қауашағын ашып келе жатқан жасамыстың өткені аяулы. Ертеңі буалдыр да арайлы. Екеуінің түрлігі екі басқа. Екі басқа болғанымен мәмілелес. Екеуінің талап талғамы, ой арманы екі басқа. Екі басқа болғанымен өзектес. Ол өзектестік жалпы исі қазақ баласына деген ұлы махаббат, ыстық ықылас. Жамандық атаулыны мәнсұқ етіп, мынау туралы жоқ пәниге адамның ең асыл қасиеті адамгершіліктің ұрығын себу. Сайып келгенде олардан бұдан зор ерлік, бұдан асқан инабат дәмету бекершілік болар. Қос жолаушының әзіргі ойы тоқайлас келеді. Мынау қатыгез даланың қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған бейбіт, бейғам, жомарт таңы неткен ғажап едің. Өрелдің өріне келгенде Махмұттың қалың қарагер Шағиман шалдың тобылғы торысынан оқ бойы озып, сар желіп кетті. Махмұттың Әбдікерім болыстың қол астына көп бала оқытқанына жыл уағынан асқан. Ту семайден қажығандықтан емес, қамыққандықтан, ашумен ызаны ауыздықтай алмағандықтан, парықсыз қазақ арасында таратып берген жас жігіт алаңсыз әрі бейғам өмір құшағына енгенде еді. Шақарда кем көрініп жүргенше ызың шудан ала Қатонқарағайда дем алып бала оқытып жүргенін артық санаған. Әбдікерім болыстың бұған деген көзқарасы екі ұшты. Сыр бермейтін сырбаз бай оны да ал дегенде-ақ сынай қарсы алып еді.
әлі күнге өз пікірін сездірмеген. Болыстың алғашқы жүздесуі Махмұт көңіліне де әдемі әсерін қылдырған. Сәлем беріп кіріп келген қалаша киінген жігітті Әбдікерім: ақын жігіт, сен екенсің ғой, төрлет шырақ. Атың Сұлтан Махмұт беді? Алтай Баянауыл емес. Махмұт болсаң да жарар, сұлтан бола алмассың, деп қақтаған күмістей әппақ маңдайына аса жарасымдылықпен қиыла орналасқан қара қасын кере кеңк-кеңк күліп алған. Анау-мынау адам емессің ғой, сөз төркінін түсінетін боларсың. Атаның әзілін көңіліне ауыра алма, деп уытты қалжыңның артын бұқсытпай майпаздай салған. Бірақ сөз астынан аңғарып қалған Махмұт жүзінің жайдары қалпын бұзбастан: алашқа барып сұлтан болғанша өз еліңе барып ұлтан бол дегеніңіз ау бұл, ақсақал. Мүбәда мен Алтайға сұлтан болайын деп те, ұлтан болайын деп те келмегенім рас. Мөріңіз де, төріңіз де өзіңізде қалады. Секем алмаңыз. Менікі де қалжың әбеке, әзілің жараса атаңмен ойна деген, деп күле жауап берген. 9 қанат ақ отау Қаратай елінің игі жақсылары түгелдей осында жиналған екен. Әбдікерім орыс құрпынша жағалай таныстырып өтті. Күзге айнала бастаған мезгілдің күшті сары қымызы қыздырып, дүрілдесіп, көңілді мәжіліс құрып отыр. Қалтасынан ақ торғын беторамалын алып, жіпсіген маңдайына басты болыс. Ыбыршып, терлеп, қалжасы әптен жағып отыр. Есендіктен соң бір сәт үнсіздік басып еді Әбдікерім. Уа Муса, Ахметбек пен Жан Мырзаның арасында бітіспей жүрген не дау еді? Шақыртшы. Мұнда сен шеше алмасаң, көмейінің желі бар, мына ақын жігіт шешер, деп шағаладай әппақ тісін ақсита күлді. Муса есік жақтағы бадырақ көз жыпылық қара бұжыр жігітке иек қақты. Бұл үйдің әр ым-жымын қас қақтырмай сезу қадетіне қалыптасып кеткен жігіт сыртқа қарай атылды. Есіктен екеу кірді. Алдыңғысы жап-жас жігіт те, екіншісі орта жастан асқан кемиек шал. Маңдай тісі түгелімен жоқ, опырық ауыз тегі. Қарттықтан емес, қаңғырттан түсіп қалған секілді. Анасы Ахметбек те, мынасы Жан Мырза екен. Сөйле, Жан Мырза. Болыстың үн қатуы мұң екен.
әлгіден бері тәсбиғын санағандай мүлгіп жүресінен отырған опырық ауыз жал кемсеңдей жөнелді. Мына Ахметбек тентектеріңіз талшық етіп отырған жалғыз тазы итімді өлтірді. Міне, бақандай екі жұлдыз ауысты. Сырғақтап күнін төлемей жүр. Айыбын алып берсеңіздер екен. Әділ қауым. Жігіт ләм деген жоқ. Жымияды. Әлпетінде мысқыл бар. Әбдікерім рас па? Дегенде рас деді. Ал ақым біздің бидің төрелік бере алмай жүргені осы ит дауы. Түйіні өзіңде. Отырған қара сақал, ақ сақалдар мырс-мырс күлісті. Бөтеннен келген адамды орталарына алып сынап, көз көкпарына салатынын сезген Махмұт іркілген жоқ. Қарата еліп баршаның үкімін айта алмай, сарсаңға түскендерің жалғыз ит болса, жер дауын, жесір дауын қалай бітіріп келген екен? Қайранмын. Ақсақал, итіңіз таз ит дедіңіз бе? Иә, қарағым. Итім итақ еді. Жігіт, сізде құныкерге берер күшік бар ма? Бар. Аламойнақ күшік дегелі 2 ай болды. Көбін елге таратып жібердім. Қазір қолыңда қалғаны нешеу? 2. Құныкер ақсақал, мақтасаңыз иттің басы 2 күшік. 2-і өсіп, бір иттің басын толтырар. Айыпкер жігіт, 2 күшігіңді шалға бер. Дегенде отырғандар ду күлісті. Кемиек шал Махмұтқа көзін ақшита бір қарады да, үнсіз шығып кетті. Жігіт те іле-шала жөнеле берді. Оқтыңыз ба, отағасы? Мақтаса иттің басы 2 күшік деді дауыстап. Осы бір сөз қақтығысынан кейін Ахметбек жаңа келген жас жігітті іш тартып кетіп еді. Махмұттың қайран қалғаны орта жастан асып кетсе де, өңім бермеген Әбдікерімнің келбеттілігі, тостағандай дөңгелек бота көзі, жұқалтаң жүзі, әппақ сызандай кісі екен. Не ұзын, не келтемес. Қара сақалы өзіне өзгеше жарасады. Кірпияз әрі талғампаздық жағынан бірегей. Неге болсын көзін күлімсірете тура қарап үкімін айтады. Бұл өңірде тұңғыш рет бұдан 7 жыл бұрын орыс қазақ мектебін аштырды. Онда орыс учительдерін ұстайды екен. Кіші ұлы
Шабдан Петрогорда оқиды. Басқа ұл қыздары да білімнен кенде емес. Өздері шетінен сұлу. Махмұт осының бәрін бағамдап, көңіліне топшалап жүретін. Өзін ана жердегі орыс қазақ мектебіне онша араластырмай, бөтен үй тігіп, болашақ молдаларды жиып бергеніне риза болмаса да, қанша жүрем дейсің? Бір жылға қоянның терісі де шыдайды, деп өзін өзі алдаусыратып қояды. Әйтсе де орыс тілі пәнінен сабақ беретін Миқали Қомаров деген орыстан анда-санда тіл сындыратын. Махмұттың тіпті ертеректе қайтып кеткісі барды. Қасқыр мен қойдың құмыры дос болмайтынын да біледі. Қалың жұрт қазақтың дертіне ем іздеп, басын тауға да тасқа да ұрған ақын өмір айдынындағы тау толқындармен айқасып, үмітін желкен, жігерін қайық етіп жүргенде, тек жыр ғана кеулеген жүрегі сеңдей бұзылып, Алтай талына жармасқан еді. Саусағы, ол әлі өзі ғана білетін, өзі ғана дейміз ау, үшеуі ғана білетін жұмақты сыр. Әр үміттің түні бойы ұйықтатпай беймаза ететін қиялды сәулелері ендесе келіп, үлкен арманға, ыстық махаббатқа ұласқандай еді. Бір кезде лепіріп, бақ іздеп, Албатыдан жар іздеген көңілі ақерке сұлу тауып, байыздаған сүймейтін бір сұлуды сатып алып, сүй деп зорлайтындарға тумысынан қаны қарсы Махмұт өзінің жұмбақты әр мұңлы сүйіспеншілігін өзгені қойып, өзіне қиғысы жоқ. Қызғанады. Ол әсіресе соңғы күндері сеңдей соғылысқан азапты сезімнің құрсауында жүр. Бұрында ауыл шетіндегі қарағай түбіне алтыбақан құрып тастап, осынау меңіре өңірде ән мен күйге бөлеген шаттықты шақтары бұлдырап, күн жылжыған сайын артта қалып бара жатқандай. Бағына Ахметбек келіп, Махмұт бүгін алтыбақан құрайық деп едік. Сенсіз жинымыздың сәні келмес. Келіп гармон тартып бер дегенде, мақұл деп келісімін беріп қойған. Онда да Бағила барады деген соң, дидарласудың ыңғайы келеме деп үміт еткен. Бала оқытудан қолы босаса болды.
Қызыл қайың сарқырамасының жағасына келеді. Оның барар жері, отырар орны біреу-ақ. Су жиегіндегі кәрі қайыңның түбі. Осында ұзақ отырып, дәптерге әлде нені сарыла жазатын. Бірақ неге отыратынын, көз майын таусып, не жазатынын тірі пенде білмейді. Кейде күн таласып батып бара жатқанда, екі қолын басына жастап, көк күмбезіне телміретін. Аспанда қалып бара жатқан бұлттарға қарап көбірлейтін. Мүмкін ол күндік жұрты Баянауылына ала кет, мінгестіре кет деп, немесе Сарыарқаның жаңбырын құя кет деп сәлем айтатын шығар. Не мүмкін бүгін түнде ақ еркеммен жолыққандай болсам, айдың бетін жап, қорғала бізді түннің құшағында тербет дейм екен. Әлде жанды мал үшін жаратып жүрген мынау елге деген өкпе назын, ішіндегі қазандай қайнаған құса ойын, ел тағдырын кемеңгерге емес, езге малға өңгеріп берген заман зарын еншілес дей ме, кім білсін, әйтеуір ұзақ ойланады. Әйтеуір жалықпай жазады. Кім жазықтының мынау кәрі қайыңның түбінде тұсауы кесілгенін қайдан білсін? Мынау бейбақ ел әлі есінде. Махмұт болыстың үйіне барған сайын Әбдікерімнің үлкен қызы Бағилаға көз қырымен қарай отыратын. Ал сезімтал қыз болса, жігіттің өзіне деген ниетін қымыз ұсынып отырып-ақ аңғартатынды. Екеуі бір-бірінен балаша ұялатын. Неге қысылатынын өздері де сезбейтін. Бұл үнсіз жұмбақ сүйіспеншіліктерін бір-бірінен қызғана да жасқана жасыратын. Бір-бірлерін ойламаса да, жүректерінде әрқайсының бейне бір буалдыр көлеңкелері тәрізді бір сағым кезетін. Махмұт бұл үйге келген сайын келуін зарға кеткенін қашан болса да жәудіреген мойыл көздерін танитын. Оның өзі де ертеден ақ бөтен сезінгендей, оның келетінін білгендей, аңсап күткендей болып жүргенін қимыл қыбырымен ақ аңғартатын. Бір-бірін жан тәнімен қиыла сүйетіні ашылмаса да, ауыз екі сұхбаттасудан әлдеқайда күшті құдіретті сезім жеткізіп қойған. Бұл үнсіз сүйіспеншіліктерді бой бермей билеп кетсе, түбі неге апарып соғатынын, мына Бағиланың әкесі не дейтінін ойлаудың өзі аса сұмдық еді. Қыз менің етегімнен ұстады делік. Оны осынау жылы
қонысынан бөліп, қайта апарып, қандай ұшпаққа шығарар едім. Қара басты қаңғыртып ел кезіп жүрген Махмұт, жар күтерлік жалақың бар ма? Жарайды, оған да мойындаймын. Сонда Бағиланың құдандаласқан жері бар ғой. Әбдікерім салт басты сабау қамшы басқа жігіттің қолына жетектетіп жіберер деймісің, қызын? Міне осы бір тастаяқтай қақтығысып, тыншу бермейтін түпсіз ой Махмұт жүрегіне ақпанды азынатып жүрген. Нұрмаш қыздан беріп жіберген алғашқы қатына өзгеше назбен сазды жауап беріпті. Бұл да жігіттің күйреуіңкі жанына үлкен медеу болды. Бағана Бағиланың жауабын көкірегіне мықтап басқан күйі, үйреншікті орны қайыңның түбіне келген. Етбетінен жатып алып, жалпақ көк тастың үстіндегі қағазға әлде нені беріле жазуда. Нұрмаштың келгенін сезген жоқ. Ерке қыз сыралғы жігіттен жасқанбайтын. Бірінің астына бірі мөрдей тіркеліп жатқан өлең жолдарын үнсіз оқып тұр. Келді қатың, мен шаршап, отырғанда қамығып, қабарыңа бек аңсап, созылып, көзім талығып, сөзіңнен көріп өзіңді, құшақтай алдым жамығып, деген жеріне келгенде, қыз шыдай алмай сықылықтап күліп жіберді. Махмұт селк ете түскен. Атып тұрып, дәптерін жасыра қойды. Сен екенсің ғой, Нұрмаш. Ақын жігіт, сағыныштан әбден біткен екенсіз. Құшақтап жатқаныңыз Бағила емес көк тас қой. Оны неге өлеңге қосасыз? Адасқан қыздай қаңқылдап әбігері шығып, жар іздеген жабыңқы жүрек ойда жоқта туласа есеңгіретіп тастайды екен. Нұрмашжан, тұйық ағаңның тұтқиылдан туған махаббаты, тұмшалаған тұманды ойдың тұнығып тілмен емес, жырмен жеткізуге талпынғаны да, нан іздеймін деп жүріп, жар таптым ба деп едім. Үмітім ескексіз қайыққа айналды. Қамықпаңыз, Махмұт аға. Бағиланың сізге деген ықыласы оң. Тыншу бермей сізді қинап жүрген сезім оның басында да бар. Түбі қайырлы болсын деңіз. Әлгінде ғана
бұлтыңдап қуақыланып отырған қыз Мақпұттың бел әлпеті мұңайыстың ауыр табын аңдып момақан күйге көшті. Белін қынай тіккен пұлыш камзолының арқасында шашбаулап өрген қос өрім күрең шаш қыздың қара торы өңіне өзгеше жарасымды, басын піскен алмадай иіп, жігіттің алдына бейне бір өзін борышкер адамдай сезіліп тұр. Қолымнан бар келгені хаттарыңызды бір-біріңізге табыс ету болса, оның өзі де қияметке айналып бара жатыр. Бағиланың үй іші секем алады, білем. Бағана Бағила шақыртты деген соң кіріп шығып едім. Шешесі жер жебір жекен сума жетті. Сен қыз бұл үйге сумаңдай берме дейді. Тәңірім-ау, сенгенім сен болсаң, сенің жолыңда да жіңішкерткен екен. Алладан медет тілегендей, намазшам арасында қырға шығып айтқанмын. Сонда сенің тілеуіңді Бағиладан кем тілемейтінмін. Нұрмаш, сен мен бейбаққа үлкен жақсылық жасадың. Қайда жүрсем де ұмытпаспын. Ботауын қайтарар қолымнан келмеді. Тіліме тиек жырма өрнек боларсың. Күн таласып барады. Шаңғыштайдың бар малы өрістен құлап келеді. Кеш құрымғы ауа салқын. Аздап жел бар. Махмұт жел өтіне төсім беріп, тура қарап тұр. Жүзі сынық. Нұрмаш қайтуға ыңғай білдірді. Махмұт аға, желге бұлай қарсы қарап тұрмаңызшы, соқ деді. Кешке Алтыбақанға барасыз. Бағила әкем үлкен нарын жатқан келіп қалмаса, бір соғып қайтармын дейді. Сәті келсе, жүздесіп, тілдесіп қаларсыз. Айналайын Нұрмашай. Көңілімнің көк мұзын жалғыз сөзіңмен ақ ерттің-ау. Ымырттың тез үйірілгенін тіле десейші. Махмұт шолпысы тілерсегіне соғылып, ырғала басып, асықпай, оқшау жүріспен аяңдап бара жатқан Нұрмаштың артынан ұзақ қарап қалды. Жүрген әлденендей жақсы үміттің, жүрегін әлденендей жақсы үміттің сағымы шарпи бастап еді. Булығып кеп, үздіге ұзақ жөтелді. Алыста қызыл ала кеңістікте бір топ жабайы үйрек қоналқаға беттей үшіп барады. Көз байланған уақ.
тау сілемдері ауыр сіберленген мұнараға бөгіп тұр. Күнбатыс көкжиекте ақшылтым жолақ бар. Әлемді түннің кейуана тыныштығы баса көктеп жайлап алған секілді. Әншейінде тағат таппай безілдейтін шегірткенің үні де дәл бүгінгі кеште семгендей. Оқта текте үйірінен адасып қап кісінеген жылқының арқыраған қоңырау даусы ымырт тыныштығын іліп өтеді. Ауылдың түнгі айналған уағы бір жола меңдеп бара жатқан меңіреу тыныштықтың құшағына ойыса беріп еді. Ұзақ тауының етегіндегі шоқ қарағайдың түбінен жарқ еткен жалым мен сыңғырлаған күміс күлкілер мазасын алды. Қатар тұспа тұс өскен қос қарағайға алтыбақан құрған ауыл жастары лаулатып от жаққан еді. Топтың топаны мол. Бүгінгі кештің басалқасы Ахметбек те, гүлі Махмұд. Ол Нұрмашпен ары-бері алтыбақанда тербелді де, гармоны тарт деп қыздар жағы қолқалап болмаған соң түсіп кеткен. Әр әннің басын бір шалып келді де, әлденендей тылсым жанды жәннатқа бастайтын мұңды күйді термелеп кетті. Ортадағы сатыр-сұтыр лапылдап жанған отты қаумалай тұрған қыздар мен жігіттер жүзі бал-бұл жайнап шадыманды әрі мұңлы күйге көшкен. Әркім өз арманын ойлап тұр. Әркім өз жүрегінің сырын Махмұд тартқан музыка үнімен бір-біріне жеткізіп тұр. Әркім өздерінің буалдыр болашағын болжалды түйіп, бір сәттік тәтті минуттың жалынды құшағына әнтек тербеліп тұр. Біреу ауыр күрсінгендей болды. Махмұд гармонды зарлатып барып, шұғыл үзе қойғанда да, қауым бірер мезет әлі де тұрып қалғанды. Тек Ахметбектің тусаң ту ақын аға деген өр даусы шеңберленген топты бал ұйқысынан оятқандай дүр сілкіндірді. Жан жақтан: Махмұд аға, өлең оқыңызшы. Ақын аға, ғашықтар жайлы қиссыз айтыңызшы. Махмұд аға, ақын аға деп жамыраған дауыстар тұс-тұстан андыздап кетті. Ал Мақыш болса, алысқа ақ жолтайланып тұрған көкжиекке кірпігін қақпастан
телмірген қалыпта жуықта жазған өлеңі алтаяқты қоңыр дауыспен бастай жөнелді де, мына бір тұсына келгенде от жалынына шағылысқан екі көзі жайнап екілене мақамдап кетті. Тайдай толқын тағы көп, тағы кеп ұшты қайық аспанға. Әзірейіл тұр болшы деп, қайда барам қашқанда. Жанталастым тұншығып, бір батып суға бір шығып. Міне сол уақытта алтынайдан бір білмеймін түсті неғып қолыма. Кез қылды ма Құдайым ажалсыздың жолына. Талдап ұстап қарманып судан шықтым аллалап. Суық өткен шаршаған болама адам болмай ма. Соққы жеген қаншадан даусы яки қонбай ма. Дауа тегін, ем тегін, қайтар алла еңбегін. Жастар шоғыры және де өз-өздеріне келе алмай, әлгі бір сәттегі шаттықты шақтарынан айырылып қалардай сілейіп қалған. Таңдайда қалып қойған тәтті әсерлерін жұтуға қимайтындай. Осынау қазақ даласының бір пұшпағындағы шағын ғана жұтаң ауылдың сыртынан қарап әсте тон пішуге болмайды екен. Әсіресе жастар жүрегі әмсе жақсылыққа, жаңалыққа, ойын күлкіге құштар еді. Махмұт мұнда келгелі осындай ойын жиын тым-тым жиілеп кеткен. Жастар жағы тез үйірілген. Сізді Бағила бұқтырманың жағасында күтіп тұр, деп сыбыр ете түсті. Махмұт қайра сыбырлады. Қай жерінде? Дөңгелек тоғайда. Ал құрбыларым, айып етпеңіздер мені, деді Махмұт. Сендермен таң атқанша сейіл құруға шыдайтын түрім жоқ. Қазіргі күйімді өздеріңде түсінесіңдер ғой. Күзге айналған маусымның түнгі салқын рұқсат етсеңіздер мен қайтайын. Сауықтарыңды жалғастыра беріңдер. Рұқсат аға, ризамыз сізге. Ақын аға. Дөңгелекшіліктің ішіне кіре бергенде Махмұттың денесі бір ысып, бір суыды. Буын-буыны қалтырап, иегі-иегіне тимей сақылдап кетті. Бағила су жиегіндегі көлденең жығылған ағаштың үстінде шынтағын тізесіне қойып, жағын таянып отыр екен. Махмұттың алғашқы сыбдыры шыққанда селк етіп шошынып қалды. Мен ғой Бағила.
Ту, жүрегім аузыма тығылғаны аңдушы біреуме деп. Бұрын соңды жігіттермен оңаша жолығып көрмегендікі ме, жоқ болмаса Махмұттан шындап қысылғаны ма? Бағиланың сөйлеген сөзі, қимылы бір түрлі ептейсіз. Бірақ Махмұтқа осының өзі аса сүйкімді, ғұмыры қайталанбайтындай, тіпті жайшылықтағы жыр кестелейтін сөз маржананың бірі түссеш аузына. Бір болмағаны қатарына аққудай қонып отырған қыздың тал бойына, бет әлпетіне телміріп қайта-қайта қарай берді. Бағила одан сайын қымсына түседі. Иә, бұлар бір-біріне жалғыз ауыз тіл қата алмады. Тіл қатса болды, осы отырыстарының шырқы бұзылып, көңіл айдынына қонған бақыт жүрегейін үркітіп алар ма еді? Бұқтырма арқырамай, сарқырамай да баяу ағып жатыр. Беті қарауытып, шолжаң толқын жарды шолп еткізіп сүзіп өтеді, сүйіп өтеді. Жағадағы түбі қопарылып, басын суға мала жығылған қызыл талдың бұтақтарын су соғып, тағатсыз әнтек дірілдетеді. Бейне сезім қағып дірілдеген екі жастың қос жүрегіндей. Олар әлі үнсіз отыр. Үнсіз отырса да тілдесіп отыр. Олар әлі оқшаулау отыр. Оқшаулау отырса да іштей бір-бірін ойлап, бірақ нәрсені армандап отыр. Түнгі ауа дымқыл тартты. Шөп басын шық шалды. Өзеннен жеңіл бу көтерілді де, тұманға айналып Махмұт пен Бағиланы тұмшалап алды. Бағила жеңіл күрсінген, Махмұт та. Олар әлі үнсіз, әрі оқшау отыр. Бағила тітіркенгендей болды. Махмұт тамағына таяп қалған жөтелді баспақ болып жөткірнеді. Бағиланың тоңазығанын Махмұт сезген. Махмұттың бойын суық ұстай бастағанын сергек көңілді сезімтал қыз Бағила да аңғарған. Қыз жігітке тақала түскендей болып еді. Жігіт пенжагының түймесін асығыс ағытты да, қыздың ту сыртынан қаусыра құшағына алды. Тұманнан ештеңе болжанбайды. Оқта текте бұтпылдық шырылдайды. Екі жас жабысып, бірақ адамның нобайына кірді. Бірақ бір-біріне жақындаған сайын алыстап бара жатқандай. Екі жас ләм деп аузын ашқан жоқ. Іштей ұғынысты. Тілсіз табысты. Жас жүрек, сүйем күйем.
армандамын. Енді қайттік. Құдая демеді. Бар болғаны түннің аса қауіптілігіне, салқынына қарамай ұзақ отырысып, таң қылаң бере кері оралды. Олар жердің шық екенін де сезген жоқ. Ертең алдарында не күтіп тұрғанын және де ойлаған емес. Осының бәрін өздері емес, әлде кім, әлде бір төтенше сиқырлы күшпен істеп жатқандай. Ұзақ тауының етегі жағынан елімнің бір жайлауы Құрымбай саз жайлаған Алтай жазда сарала қаз, шолпандай таң алдында туып батқан. Қайтейін, уа дариғай, ғұмырың аз, деп шырқап салған ән естіледі. Естіледі де тына қалады. Тына қалады да ешбір ән қайталанған жоқ. Бейбақ тыныштық орнады. Шолпан жұлдыз қазан түбіндегі майдай еріп, бозғылттанып, семіп барады екен. Шығыс жақтағы бозамықтық қызыл арай сәуле тықсыра бастады. Бұл Махмұт пен Бағиланың тұңғышта ақырғы жолығуы еді. Махмұт жөтелді. Бағила күрсінді. Бір айдан соң Бағиланы атастырған жағы сүйге ұзататын болды. Әбдікерім қызы мен Махмұт арасындағы хикаяны білсе де білмегенсіді. Әккі болыс Махмұтқа деген ілтипатын соңғы күнге дейін өзгерткен жоқ. Бағила аттанатын күні Махмұт кеп қарындасының ұзату тойын басқарсын деп бала жіберткен екен. Әдейі сайқалдықпен шақыртып отырғанын сезген ақын мұрт кетті. Бармаймын. Ғабдылкәрім мырза сөзінде тұрмағаны қалай? Қаратай еліне әйелге кеңшілік беру һәм жесір дауын жоғалту хақындағы әдейі бас сұққан кеңестегі сөзінен танып қайта күйсегені несі? Шақырушыға айта бар деп қадап жіберді бұл сөзді. Өзі барған жоқ. Нұрмаштан Бағилаға ұзақ хат жазып жолдады. Бағила кеткеннен соң бір жұмадан кейін Зайсан жағына аттанбаққа жиналды. Жігіттің кететінін естіген Әбдікерім кетпесін деп те, кетсін деп те тіл қатқан жоқ. Әдетінше үнсіз екі ұдай сақ қалпын сақтады.
Махмұттың қалай кіммен жүретінін, арғы елге немен кететінін де ашып тиянақтап айтпады. Күн ала бұлытты болатын. Махмұт ол бұлын дәріс беретін шәкірт бала көксегенге жинатып аттаныс қамына кірісіп жатқан аядай ғана есіктен еңгезердей болып біреу кірді. Шағиман шал екен. Сіз екенсіз ғой, ақсақал. Төрлетіңіз. Немене? Жүрмекшімісің? Иә, ақсақал. Ондай ой бар. Ой болғаны, жол болғаны. Сезем, шырағым, жай күйіңді. Немене, мына шалдың қауқиған бойы ғана деп ойлама. Жүрек деген қыж-қыж қайнайды. Күресуге дәрмен жоқ деген. Өзімнің құлай ұнатқан балам едің. Жалғыздық басыңа түскенде қол ұшын бере алмадым. О не дегеніңіз, Шәке? Сізге не деп өкпе айтамын? Тіпті қай-қайсыңызға да өкпе назым жоқ. Тілеуім ақ, көңілім пәк. Аунаdım, қунаdım. Bir қауым шаруаларымды бітіріп алдым. Әй, Махмұт-ай, сипақтап қайтесің? Маңдайымызға сидыра алмадық қой. Алаштың ала-құласына жем болып жатқан қыздарымызды арқаның ардагеріне қимадық. Білместік емей немене? Бұнымыз. Білместік. Жә, аттанам дейсің. Астыңда атың жоқ. Күн болса мынау жауғалы тұрған. Баяғыда жазатырдан өзім әкеліп едім. Енді барар жеріңе апару да міндетім секілді. Әйтпесе қазақ болып туғаным қайсы? Бас аман болса, аяқ артар табылады. Атаңның атын мініп кет, Махмұт. Жоға, о не дегеніңіз, ақсақал? Талшық тауып отырған жалғыз торыңызды маған түсіп беріп. Уа садаған кетейін. Сөзді қой. Шырақ, мініп кет. Атаң екі сөйлемейді. Одан әрі сөз бұйдаласа шал чатақ шығаратынын сезген Махмұт үнсіз келісті. Нөсер құйып берді. Жол лайсаң. Алтай күзінің басталысы қатты. Тау басы әппақ, қар жауып қалған. Ағаш басында сарғайып ілініп тұрған бірлі жарым жапырақ. Тамшы сабалаған сайын есі шығып қалбалақтайды. Күз нөсері үнсіз күркіремей жауады. Тек басында қарғалар жүр қарқылдап. Жылдың қай мезгілінде де мынау ата мекенін қиып тастап ешқайда ұшып кетпей, туған жердің құлы болса да,
қалбалақтап жүрудің өзі де ғанибет-ау. Махмұт атқа қонды. Бір кезде өрелдің өрінде өзі озып кеткен Шағимал шалдың торысы бұл. Шағима Махмұттың кітап толы қоржынын қанжығаға бөктеріп тұрып: «Шырағым, бұл ары-бері ұшыртып барып болдырып қалатын ұшқырат емес. Бүлкек желіспен-ақ жер табанын қуыратын шаруаның торысы. Бармаған жер, баспаған тауы қалмаған көмпіз ат. Ұзақ жүрістің, алыс жолдың ой қырының соқтырмасына шаршап шалдықпайтын шаруақордың аты. Мә, қамшы ал. Жолың болсын, жолдасың қызыр болсын. Балам, артыңнан ай, алдыңнан күн туғай. Қош болыңыз, Махмұт аға. Бұл шәкірт бала көксеген еді. Қош, аяулы аға. Бұл Нұрмаш еді. Қош, Алтайдың әбзал адамдары. Ай маңдай ақ еркелері. Бұл Махмұт еді. Жауын үдеп салды. Жол лайсаң. Алда ұзақ жүріс бар. Күннің толастар сыңайы байқалмайды. Бірақ сонау батыс көкжиектің таумен астасқан етегі түріңкі екен. Басылар, Алтайдың сіркіреп тұрған ақ нөсері Сұлтан Махмұттың көз алдына сарыарқаның жаңбырын елестетті. Жол лайсаң, тайғақ, алда ұзақ жүріс бар. Ақ жауын сылбірлеп тұр. Мен қызыл қайыңның сарқырамасының жиегіндегі кәрі қайыңның түбінде таң алдындағы шолпан жұлдыздай туып батқан аяулы ағаны емірене есім алып әл отырмын.